Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы Ахмет пен Міржақып. Сабақтың мақсаты: қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру. Жазба жұмыстарында сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру. Жаңа сөздер: жетекші, әдебиеттану, қозғалыс, ұлттық, саяси, дәріс, ағартушы, шәкірт, тәлім-тәрбие, терең. Мәтінді оқып танысыңдар. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытөбек ауылында туған. Ұлт-азаттық қозғалысының жетекшісі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. Ахмет Байтұрсынұлы Торғайда, Орынборда білім алғаннан кейін Ақтөбеде, Қостанайда, Қарқаралыда, орыс қазақ мектебінде сабақ берген. 1909 жылы халқын бодандықтан құтқару жолындағы саяси белсенділігі үшін Семей түрмесіне жабылады. 1910 жылы Орынборға жер аударылып, сонда 1917 жылға дейін болады. Өзінің сенімді достары Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлымен бірге 1913 жылдан бастап Қазақ газетін шығарып, жұмысына жетекшілік етті. 1921-1928 жылдары Қазақ халық ағарту институтында сабақ береді. 1929 жылы 2 маусымда тұтқынға алынып, Ресейдің солтүстік облыстарына жер аударылды. Кейін босап шыққанмен 1937 жылы қайтадан қамауға алынып атылған. Міржақып Дулатұлы 1885-1935 жыл. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, көсемсөз шебері. Алаш қозғалысының негізін салушы. Туған жері Торғай уезі, Сарықопа облысының бірінші ауылы. Қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданына қарасты Қызбел ауылы. Әкесі Дулат балаларын жастайынан оқуға береді. Міржақып ауыл молдасынан оқып хат таниды. Молдадан 2 жыл оқығаннан кейін 1997-1902 жылдары ауыл мектебінде орысша оқытатын Мұқан мұғалімінен дәріс алады. Мұқан мұғалім ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин іргетасын қалаған оқу орнының, дәлірек айтқанда Торғай қаласындағы уездік орыс қазақ мектебінің түлегі болатын. Өз шәкірттерінен де ол осы рухта тәлім-тәрбие терең білім береді. Міржақып 1913 жылы Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Қазақ газетін шығарып, басылымнан бұдан кейінгі жұмысына белсене араласады. 1920 жылы Ташкентке келіп, сондағы Ақжол газетінде қызмет атқарады. 1922 жылы жазықсыз қамауға алынады. Түрмеден шыққан соң 1922-1926 жылдары Орынбордағы ағарту институтында оқытушы болады. 1928 жылдың аяғында бір топ қазақ зиялыларымен бірге қамауға алынады да 10 жылға сотталып, 1935 жылы Айдауда қайтыс болады. Халқымыздың қос ардақтысы, алаш көсемдері Ахмет пен Міржақып 1988 жылы ақталып, есімдері халқына қайта оралды. Бірінші тапсырма: мәтін бойынша хронологиялық кесте толтырыңдар. Дескриптормен танысамыз. Екінші тапсырма: суретке қара. Бұл Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлына қойылған ескерткіш. Халық арасында олардың аттары Ахаң мен Жахаң деп қатар аталады. Осы екі тұлғаны біріктіріп тұрған не? Дерек көздерге сүйеніп жауап беріңдер. Дескриптормен танысамыз. Үшінші тапсырма: кестеде Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлының тағдырын байланыстыратын ортақ сөздер берілген. Оларды қатыстырып, сөйлемдер құрап жазыңдар.
Мәтінде мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерді қолданыңдар. Дескриптормен танысамыз. Кері байланыс SMS хабарлама. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.